Тағдыр. Бірінші бөлім. Айжанның сабағы соңғы уақытта нашарлап барады. Сыныбындағы озат оқушылар қатарынан болғандықтан төмендеп бара жатқанын апайлары бірден байқады. Өзімен сөйлесуге сынып жетекшісі әрекеттеніп еді, нәтиже шығара алмады. Онсыз да мектепке қос аяғын сүйрете келетін Айжан соңғы аптада жиі қалуды шығарды. Ауылдағы тұрмысы төмен отбасылар қатарынан екендігі баршаға аян. Үйдегілердің ешбірі жұмыс жасамайды. Ата-әжесі кәрі кісілер. Әкесі ішкілікке салынған. Сау кезінде сақырлаған көлігімен ауыл мен қала арасында адам тасиды. Жолай арақтас достары кезіксе, тапқанын соларға құртатыны тағы бар. Үйіне сау келіп бір бөлке нан әкелсе, барлығының жүздері шаттанып, сол күні той болатын. Анасы Гүлмаржан үй шаруасында. Күйеуге шыққалы осы босағадан аттап шыққан емес. Туыс туған, көрші қолаң қатарға қосуды қойған. Бәрі жағдайға, ақшаға келіп тірелетіндіктен, маған олардай болу қайда деп мойын сұнған. Кейде ғұмырының сүреңсіз өтіп жатқанына қапаланып, жалғыз өзі қорада жүріп, қозы-лаққа мұңын шағып, көз жасын көп қылып алатыны бар. Қызы Айжанның өзінің тағдырын қайталамағанын қалайды. Күні-түні кітап кемірте, жазу жазғыза беретіні де сол. Оқысаң бір жерден шығарсың, көкірек көзің ашық болсын дегені еді. Соңғы уақытта әкесі ішуді тым үдеткен. Анасын өлтіре ұратыны сонша, көгермеген жері жоқ. Кейде тұра алмай жатып қалады. Ұрмаш, Ғабит, өлтіресің ғой, жанымды аясаңшы деген сөздері Айжанның құлағында қалып қалғандықтан әлі күнге өзіне келе алар емес. Бала күнінен көзі қаныққан көріністер болса да, анасының аянышты жүзі санасынан өшер емес. Ата-әжесі де араша болудан қорқады. Қартайғанда баласы өлтіріп қойыпты деген сөзден қашады. Әкесі ішкен кезде есіріп, еліретіні сондай адам кейпінен айырылып қалатын. Айжан анасы үшін де, артынан ерген інісі үшін де алаңдайды. Анасының күлімдеген жүзін соңғы рет қашан көргені есінде жоқ. Сабаққа бармай, анасына қолғабыс жасап жүргені де сол. Ең болмаса таяқтың орны жазылып, шешесі өзіне келгенге дейін мектепті қоя тұруды жөн көрді. Артынан ерген жалғыз інісі де сондай жалтақ болып өсуде. Көшеге шыққанда, қасына бала келсе, ұрама дегендей басын бүге береді. Әкесінің іс-әрекеті бауырын су жүрек етіп өсіруде. Атасы 70-тен асқан шағында алжи бастады. Тамаққа тойып алып, артынша қарным аш деп ұрыс шығаратын. Күні-түні ұйқысы қанық болса да, келген-кеткенге мыналар мені ұйықтатпайды, жата бересің деп ұрсады деп жамандауды шығарған. Түннің ортасында оянып, балалығындағы жүрген тұрған сай саласын, тау-тасын көргенін айтып, сол жаққа кеткісі келетінін, сағынғанын, тіпті мені апарыңдаршы деп еңкілдеп жылауды шығарған. Әжесі ондай сәтте, қу етіп өткен дәурен-ай, қимайсың ғой, қимайсың, қайтейін, әке-шеше қойныңдағы алаңсыз күндерін кім сағынбайды дейсің? Осынша мүсәпір болғанша, өліп неге кетпедің екен деп көзінің жасын бір сығып алатын. Шал алжығаннан кейін тіршіліктері тіпте ауырлап кетті. Мазасыздығы кейде қажытып жіберетін еді. Ілініп жүрген келініне жаны ашып, өзі сүйретіле жүріп бір жағынан табылатын. Оған қу денсаулық төтеп бермей, туралап жатып қалады. Немерелерінің қамына жылда огород егеді. Өзінің бойы бір тұтам Алтынкүл апа арамшөп арасынан әлсіз көріне бүкшиіп отырады. Азын-аулақ қызанақ жұлып, бұйыртқан мұнысына да шүкір деп жантая кететін. Айжанның тұрмыстық жетіспеушіліктен шаршағаны сондай, ештеңеге зауқы соқпайды. Кейде қашып кетіп, мені бай отбасы тауып алса ғой деп қиялдайтыны да бар. Өз ойынан өзі селк ете, сонда үйдегілерге кім қарайласады? Жоқ, бұл ойым дұрыс емес деп өзіне қайта келетін.
Әжесінің соңғы кезде хал-ахуалы нашарлап, ауыл медбикелері укол салып жүр. Бұл кісінің иммунитеті әлсіз, сапалы тамақ ішу керек. Курс система уколдан пайда жоқ деп кетеді. ұн мен майды айдан айға бөліп алатындықтан тамақты күн сайын тек есеппен ғана жасауды әдетке айналдырған. Кейде Алтынкүл апа немерелері тойсын деп түртіп қоя салатын. Оның үстіне шалының да араны ашылып, одан қалса бұтына жіберіп, әбігер ететіні тағы бар. Иісі шығып, көші-қолаңнан ұят болмасын деп, әже байқұс мұздай суға дембіл шайып алады. Жаз күнінде тазалықты жанында сүйгенімен, қазіргі жағдайы ұқыптылықтан ауылын алыс қылып қойды. Құдайдан, шалды менің алтымда ал, қартайғанда келін балаға қор етпе, ел жұртқа масқара болмай кетейік деп, жатса тұрса тілек білдіреді. Ар ұятты алдыңғы орынға қоятын Алтынкүл апа соңғы сапарларының абыроймен болғанын қалайды. Шілденің ыстық күнінде шалы өзенге түскім келді, мені құрдастарым күтіп тұр деп, бой бермей үйден шығып кетті. Баласы әдеттегідей қайда жүргені белгісіз. Келінін пенсияға орталыққа жұмсаған. Айжан түпкір бөлмеде ұйықтап жатыр. Алтынкүл апа қалқалауға бір өзінің әлі келмей абдырап қалды. Әншейінде адам танымай, құлағы естімей, ұйқысы қанбай отыратын шалы мынадай ми қайнар ыстықта сергек көрінеді. Жүрісі жеңіл, жүзі нұрлы, есі орнында секілді. Сөзінен жаңылмайды. Әйткенмен қай құрдасы күтіп тұр, дем арасында кіммен сөйлесе қалды. Мұнысы қалай деп түсіне алар емес. Ойбу, есім шығып жүріп жаман ойлауға ұмышам келмепті-ау. Әй, Айжан, тұр. Атаңнан айырылып қалдық. Ба білмеймін. Бар да көрші, Сәкенге айт, өзен жаққа барсын. Атаңның сол жаққа кеткенін айт. Әруақ шақырды ма, жын шақырды ма? Алды-артына қарамастан кетті. Өлгерсін, бол, тез деп немересін жүгіртті. Әлгінде ғана тікесіне тік тұрған шалының келмеске кетіп бара жатқанын қалайша сезбегеніне қапаланды. Сонша жазғырып, бұрысып тастаушы едім, кетейін деген екен-ау құрғыр деп ойы сансаққа жүгірді. Сәкен өлгерсе болар еді-ау. Құдай, асылық айттым ба екен деп налыды. Шалынан шаршап жүрсе де, жас күнінен қосылған адамы болғандықтан көңілде қимастық бар. Сәкен туғанынан осы ауылдың ұзаған емес, баласымен түйеде құрдас. Дипломын алып, отбасын құрып, қазір мектепте мұғалім. Қысыл-таяңда қолғабыс жасап жүретіні бар. Ауыл сыртындағы өзенге жетем дегенше ыстықтан қан сорпаға түсті. Қос дөңгелекті жел аяғын сабап зорға жетті. Ау, мына кісі қалайша мұнда келмек? Жаяулатып жету тіпті де мүмкін емес қой деп таңғалды. Көзі әзірге ештеңені шалар емес. Кідіріс жасап, анықтап қарап еді. Жағада қарайған түсініксіз бірдеңе жатыр. Сұлбасы адамға келетіндей. Жақындай барса, көршісі, өзі іздеп келген Қайырхан ата. Қасына жүгіріп, ата, мұныңыз не? Ыстықтасаңыз үйде де су бар еді ғой деп бетіне төне берген сол еді. Атаның көзі ашылған күйі жүріп кеткен екен. Ақыры кеткен екенсіз ғой, жаныңыз пештен табылсын деп көзін қолымен жауып жағаға шығарды. Жолға шығып, қол бұлғап жүріп, кезіккен ауыл көлігінің бірін тоқтатып, атаны үйге әкелді. Ауыл аймақ жиналып, көңіл айтып, жер қойнына тапсырды. Алтынкүл әже де күн арқалап, жүдеп, солып барады. Өзін іштей жеп, немерелерінің болашағын алаңдайды. Ең болмаса, Айжаным оқу бітіргенше жарасам екен деп тіледі. Немересі оқу мектеп бітіруге жақын қалды. Бар үміті қалаған оқуына түсу. Оқу бітіріп жұмысқа тұрсам, үй үшін бұл қиындықтардан құтқарсам деп армандайды. Мектеп табалдырығын аттағалы, озат болған Айжан қиналмастан өзі қалаған жоғары оқу орнына грантқа түсті. Қалаға келіп жатақханаға орналасты. Алғашқы күндері ақ білімімен көзге түсе бастады. Оқудан шыққан соң дүкенде ауысыммен жұмыс жасады. Ай сайын анасына ақша салып тұрды. Сәл шыдасам, аяққа тұрып кетем. Сендер де шыдай тұрыңдар деп жатса тұрса өзін қамшылай берді.
Күздің соңғы айлары еді. Анасынан қысқаша мазмұнда хат келді. Онда әжесінің кеткенін, барлық рәсімдерге ағайындары қарайласқанын жазыпты. Әкесі де бұрынғыдай ішуді доғарған көрінеді. Қырқын өткізу үшін күні-түні адам тасып, ақша жинап жатқандарын жазыпты. Мүмкін болса қаражат керек екенін де білдіріпті. Айжан көзінің жасын бір сығып, дүкенге түстен таңға дейін тұратын болып келісті. 3 ауысымдық ірі супермаркет болғандықтан оларға адам ауадай қажет еді. Арасында халық аз уақыттарда туған-туысынан қалып қалатын. Кейде «Девушка, вы спите?» деген клиенттер дауысынан селк ете оянды. Сабағында тығылып жүріп оқыған болады. Ақыры анасы сұраған ақшаны конвертке салып почтамен салды. Әбден қалжарғаны сонша ауырып, мазасы кетіп, сабағына бара алмай, жатақханада ұзағынан жатып қалды. Стипендияда оқитын болғандықтан, себепсіз сабақтан қалуға болмайтынын жақсы түсінеді. Студенттер ауруханасына барып, қалған күндеріне анықтама алды. Әйткенмен жіберіп алған сабақтарын әр пән бойынша тапсыру керек еді. Айжан бұл сынақтан сүрінбей өтіп, қатарға қайта қосылды. Анасынан жиі хат келіп тұрды. Жіберген ақшасына жаңа халат, бауырына жылы аяқ киім мен жемпір алғанын жазыпты. Әкесі достарына қосылмайтын көрінеді. Кейде арақ қаңсары ауса үйден ішіп, ешкімнің мазасын алмай жатып қалады екен. Онысына да шүкір, бұрынғыдай ұрмайды депті хатта. Айжан ауылдан келгелі әр хатты нөмірлеп сөресіне жинап қояды. Үй үшін сағынғанда бір қайтара оқып алады. Айжанға қала жаға бастағандай, қылдай арық еді, ет ала бастады. Өңі кіріп, шырайы ашылғандай, қатарлас қыздарға қарағанда ой-санасы жоғары болды. Бар тілеуі жоқшылықтан құтылу, аш күндерін ұмыту еді. Сабақты жақсы оқитындықтан суреті университеттің құрмет тақтасында тұрды. Мемлекеттік стипендиямен қатар облыс әкімінің ай сайынғы қаржылай көмегіне ілінді. Ендігі арманы сайыстарға қатысып, президент стипендиясына ілігу еді. Жатса тұрса өзінің керемет өмірін елестетіп жүрді. Өзімен сөйлескен қыздардан іші пысатыны сондай, амалын тауып, бөлек сатылып шығатын. Жинақылығына тәнті болған ер жігіттер, жоғарғы топ студенттері мен жас мұғалімдерге дейін ойының барын білдіріп жүрді. Бірі ашық айтса, енді бірі іс-әрекетпен тұспалдайды. Мұның бәрінде Айжан іштей сезетін, мүмкіндігінше алыстан сыйласуды әдет қылған. Оқу жылы аяқталып, жаздық каникулға үйіне келген Айжан әр уақытын тірлікке арнады. Әжесінің ізін басып, бау-бақшаға мән берді. Інісі мен шешесінің орта көктемде еккен жемістерінің арам шөбін жұлып, жиегін тазартып, күнде суғарып отырды. Қыстың қамын ойластырып, анасы екеуі банка жапты. Қызы өсіп, Гүлмаржанның қолы ұзарды. Шүйіркелесіп, берекелері кіріп қалды. Күз жақындап, оқудың уақыты келді. Әйтсе де анасының үйді әйттеп бер деген сөзін жерге тастамай, тағы бір апта қалатын болып шешті. Бір өзі ақтап, жуып, тазалап, бітіріп берді. Енді қалайда қалаға ұшуы керек. Онсыз да кешіккендіктен бара сала жатақхананың қамына кірісуі тиіс. Өйткені жыл сайынғы тәртібіне, оқу үлгеріміне, ең бастысы өзге жерде тұрғанның жоқтығына байланысты берілетін еді. Бағы жанғандар тағы бір жылға келісімге отырып, оқуын оқи береді. Айжан қалаға келе сала деканатқа ұшты. Барған бойда тізімнің жасалынып, бекіп кеткенін естіді. Биылғы жылдың жатақханасынан айырылып қалғанын түсінді. Енді қайтпек, ойын жинақтап, есік аузында біраз тұрды. Ауылдан келген заттары да бар. Вахтершамен келісіп, бір апта тұрармын, одан соң қайда барамын. Үй жалдайтын да ақшам жоқ. Сан түрлі ойдың жетегінде тұрған Айжанды сәлем деген үн еріксіз қаратты. Бойы орта, талдырмаш, әдемше келген қыз екен. Менің атым Алуа. Байқасам жатақханадан кешіккен секілдісің. Дәл солай. Енді не істемек ойың бар? Білмеймін деді. Есімің кім болады? Айжан.
Тыңдаш Айжан, мен биыл 1-ші курсқа түстім. Әкем бұрындары мен оқиды деп ұялып қойған. Соған бірге тұратын қасыма қыз іздеп жүрмін. Бір ғана шартым бар. Үй тазалап тамақ жасаса болғаны. Жалдау құнын да, азық-түлікке де ақша алмаймын. Әкемнің өзі қарайласады деді. Іздегенге сұраған болып, Айжанның көзі бал-бұл жана. Құдай, саған қалай рахмет айтсам екен, мені тағы да далада қалдырмадың деп шын қуанды. Екеуі шамалы сөйлесіп, жүруге ыңғайланды. Алуа сөмкелерді көтерісуге ұмтылып еді. Айжан тоқтатып, жоқ, бұлар ауыр ғой, өзің нәзік көрінесің, шаман келмеуі мүмкін деді. Неге олай ойлайсың? Түрім солай болғанымен де менің бір кісілік күшім бар деп күлді. Екеуі сөмкелерді сыртқа сүйрете шықты. Бірінші кездескен таксиге мініп, Алуаның үйіне келді. Университет маңына жақын жерде екен. Дем де жете қойды. 2 бөлмелі жарық, әрі кең үй. Мұнда сен жатасың деп залды нұсқады. Мен кішкенемнен жалғыз жатып үйренгенмін. Ренжімесең жатын бөлме менікі болады деді. Айжанға дәлізге жатса да бәрібір еді. Әрине, өзіңе ыңғайлысын жасай бер. Мен онсыз да оқу, одан кейін жұмыс жасаймын. Бір-бірімізді сирек көруіміз мүмкін. Жақсы, келіскенімізге қуаныштымын. Ендеше дүкенге барып, азық-түлік ала келейік деп сыртқа шықты. Алуа туғанынан қиындық көрмеген қыз. Ата-анасының әлпешімен өскен. Оқуға да ақылы түрде түсіп отыр. Айжан екеуінің арасында үндестік байқалмады. Бір-бірінің ойын мүлде түсінбейді. Үйдегі ортақ, күнделікті тірліктің төңірегінде ғана сөйлеседі. Алуа сабаққа 1 күн барса, 3 күн бөлмесінде жатады. Жылдық ақысы алдын ала төленгендіктен мұғалімдер де ештеңе демейді. Ал Айжанның бір сәтке де қолы босамайтын еді. Жылдың ортасы университет аралық республикалық конкурсқа қатысып, бас жүлде иегері атанды. Дымын білдірместен дайындалып, жұмысына да, сабағына да үлгеріп жүр. Айжан еңбегінің ақталғанына шын қуанды. Демеушілер қомақты қаражат бөліп, онысы толығымен Айжанның өзіне берілді. Университет тарапы да ілтипатын қаржылай білдірді. Барлығын жинап теріп ауылына барды. Ақшамен келгені әкесіне ашық айтпады. Ішіп кете ма деп қорықты. Анасы мен інісінің қажетін түгендеді. Бұл жолы әкесін де ұмытпады. Үстіне түзу киім кигізді. Қызына жасаған қылдай жақсылығы болмаса да, өзіне көрсеткен құрметіне мәз болысты. Ақылды қызым дегеннен артық аузына сөз түспеді. Азық-түліктерінде қамдап, қалған ақшасын анасына ұстатып, өзі қалаға кетті. Осы жетістігінен кейін Айжан университеттің бетке ұстар, абыройлы студенті атанды. Ректорат тарапынан президенттік стипендияға үміткер ретінде тізімге ілінді. Лайықты дауыс жинаса, иегері атанатыны да күн алыс емес. Өзіне сенімділігі қалыптасып, күннен күнге мақсаты айқындала берді. Тек жанына бататыны тұрып жатқан үйі еді. Қалжырап шаршап келгенде, жуылмаған ыдыс, шашылған төсек, төрден есікке дейін кірі мен тазасы араласқан киім. Мұның барлығы да Айжанның жүйкесіне тие бастады. Қыз баласы осынша салақ болар ма деп іштей күйініп, бірдеңе дейін десе, ұнамаса есік әне, кет дейтіндей. Оның үстіне әуел баста келіскендігі тағы бар. Алуа соңғы уақытта үйге қыз-жігіттер әкеліп, отырыс жасауды да әдет қылған. Үйге келгендер Айжанның заттарына да қол салып, кейбірі жоғалып кетуде. Әр жерде ішілген спирттік ішімдіктерден бос ыдыстары да, мені көрдің бе дегендей әр бұрышта жататын. Әбден шыдамы таусылған Айжан құрбысымен ашық сөйлесуге бекінді. Алуа, екеуміз жылға таяды бірге тұрамыз. Саған қарыздармын. Мені жылы үйіңа кіргіздің. Бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Ата-анаң сен үшін бәрін жасауда, әрі үміт күтуде. Ойымды тыңдасаң, ішімдікке әуестенбеші. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Жаныңда жүргендер де шын досқа ұқсамайды. Бала күніңнен әкем осы суға әуес болып, бір ауыр күндерді бастан өткердік. Иесін сезсем қатты жайсызданам. Атам мен әжем де әкемнің ішкілікке салынғанын көтере алмай,
о дүниелік болды. Еш рахат көре алмады. Өтініш, алуа, сенен осы бір ғана тілегімді жерге тастамашы. Жақсы, жарайды. Сонша әсірелегенің қалай? Мені көшеде құлап жатыр деп естіген ба едің? Уайымдама, мен сен ойлағандай емеспін. Ал достарыма келсек, олардың еш артық әрекеті жоқ. Біз жай көңіл көтереміз. Жастық шақта ойна да күл демей ме? Сен сияқты таңнан кешке ауыр кітаптар көтеріп жүруден ішім пысады. Әркімнің өз жолы бар. Бұдан кейін біріміздің ісімізге біріміз араласпасақ деймін. Меніңше әңгімеміз осымен аяқталған сияқты. Мен шашымды жасатуға шығам. Қаласаң жүр, өзіңе қарасаңшы деп мысқылдай күліп, орнынан тұрып кетті. Айжан бұл сұхбаттан еш нәтиже шықпағанын ұқты. Келесі жылы жатақханаға шығып алсам болғаны, расында да нем бар еді. Үй осынікі, өзі біледі да, деп кешкі тамақ жасауға кірісті. Алуаның кешкенін байқап, құр отырғанша үйді тазалауға көшті. Бір сәтте есік шырылдады. Алуаның өз кілті бар емес пе? Мұнысы қалай деп есікке беттеді. Есік сыртындағы кімсіз деген еді, еш дыбыс байқалмады. Құлағыма естілді ме екен деп ішке қайта ұмтылғанда тағы шырылдады. Кім екен, даусыңызға шығарсаңыз, біз Алуа және оның достары. Есік ашылды. Асусымыз қатты шықпасын деп сыбырласып тұрған едік деп күле кірісті. Бір топ жастар, ұлы да қызы да бар. Арасынан бал-бұл жаңа Алуа көрінді. Шашын әрлетіп, өзі соған мәз көрінеді. Айжанның абдырап тұрғанын байқаған Алуа алдын ала: «Жә Айжан, достарымды жолай көріп қалдым. Үйге жүріңдер деген өзіммін. Мен қарашы, тіске басар далдық. Сен ренжімейтін шығарсың. Өзіңе жиі айтам ғой, тағы да қайталаймын. Жастығынан ләззат алшы. Өмір өтеді, кетеді. Қалатын қызықты сәттер ғана. Солай емес пе қыздар?» деп күлімсірей достарына қарады. Олар да: «Әрине солай. Көп болса енді 3 жыл білімгер боламыз. Одан кейін әркімнің жолы әр тармаққа бөлінеді. Бұл күндер қайтып келмейді» десті. Айжан да бір сәтке бұл ойды қолдағандай санасын осында бұрды. Расында өзімді аямайды екем. Қашан көрсең бір жаққа асығып жүремін. Өмір осылардікі қыдырады жүреді. Менше бір сәтке миымды тынықтырып, Алуа мен достарының әңгімесін тыңдасам қайтеді. Еркіндік жайлы менің білерім аз ғой. Өміріме аз да болса қажетті дүние алармын деп дейді. Сол ойдың жетегімен мен кешкі тамақ дайындап қойғанмын. Палау бастым. Қаласаңдар кешкі ас ішейік деп дастархан жаюға кірісті. Осы сәтті пайдалана Алуа да: «Әне көрдіңдер ме? Айжанның барына да шүкір. Мен бір өзім баяғыда аштан қалар едім. Жұмыртқаны да дұрыстап қуыра алмаймын» деп өзін жазғыра сөйледі. Айжан да құрбысын түсіргісі келмей: «Жоға, үй тірлігін Алуа екеуміз келісіп жасаймыз. Жай айта салған ғой» деп жымиды. Құрбысының әрекетіне Алуа таңдана қараса да, іші жіби бастады. «Айттым ғой Айжан, бұлар да сенімен мен секілді адамдар. Қорқынышты түгі жоқ». Айжан ұялып: «Жоға, мен жай басқа нәрсе айтқым келген» деп ыңғайсызданып қалды. «Жарайды енді, бізді сырттай көргені болмаса, жақын сөйлескен жоқпыз ғой. Қалай ойласа да өз еркі емес пе?» деп ішіндегі ұзынша келген сымбаттылау сары жігіт суырыла сөйледі. Есіктен кіргелі Айжаннан көз ала алмай отырғаны бар еді. Ырық берсе жақынырақ танысқысы бар. «Бұл не отырыс? Ағайынның асына келіп пе едік? Жұп болып елейікші. Әйтпесе ішім пыса бастады» деді. Қоңырқай өңді, қысың көз қыз, өзі пысықтау көрінеді. Барлығы бір ауыздан қолдай кетті. Столды дереу жинастырып, музыканы қосып, светті өшіре қойды. Жылдамдықтарына көзі ілесер емес, өздерін еркін ұстай бастады. Алуаның езуі екі құлағында. Орта бойлы, қаралау жігітпен араларында жақындықтың бары байқалады. Екеуінің әлемі енді басталғандай. Айналаға көз тастар емес. Басқалары да қалыс қалмай, әуенмен неше түрлі икем жасап бірінен бірі асуда. Айжанға бұл көріністің бәрі жат, ұят нәрселер секілді. Қайда тығыларын білмей есеңгіреп тұр. Осы сәтті байқаған Самат жанынан табыла қойды. «Саған қызық емес пе?
Неге қосылмайсың? Жүр бірге билейік, сені вальске шақырам деп қолынан жетектеп топқа қосты. Айжан дірілдеп, тілін жұтып қоярдай тұр. Өмірінде отырысқа бармағандықтан өзін тым жайсыз сезінуде. Бүгін жұмысынан демалыс алғаны бар еді. Енді өкіне бастады. Жігітпен билеуге еш дайын емес. Мұндайды ішкі ұяңдығы қабылдай алмай тұр. Самат қолын тартқан бойда беліне жымқыра ұстай баяу ырғаққа биледі. Жігіттің әтірі мұрнын жарып барады. Мына әуен қашан бітер екен деп ішінен санай бастады. Сол сәтте жарықты біреуі жаға қалды. Бір-біріне жабысқан жастар теңдей құшақтарынан сытылып шықты. Әлгі жарықты жаққан жігіт бар даусымен мазақтай келеке етіп қарқылдай күлді. Одан кейін барлығының даусы қаттырақ шығып, үйді азан-қазан қылды. Есіктің даусын байқар ешкім жоқ. Есіктің даусын сындыра ұрғаны сондай, қолы бергі жақтан шығардай. Тоқтаңдар деген алуаның даусынан жым болған барлығы үнсіз қалды. Келген көршілер екен. Дәл қазір тыныштық сақтамаса, милиция шақыратынын әбден мезі еткендерін айтып, ашуға булығып тұр. Жиналған жұрт амалсыз тарқасты. Мұндайға әбден еттері үйренгендіктен селк етпестен кеттік жүріңдер деп бірін-бірі сүйрей шықты. Дембіл қоштасып, алуа есікті жабар-жаппастан, құрбым-ау, Саматтың саған қалай қарағанын көрдің ғой. Екеуің сондай жарасасыңдар. Менің өзім қызғанып қалдым. Өзі сымбатты, ерекше жігіт. Оның артынан универде қанша қыздың жүгіріп жүргенін білесің бе? Ол тіпті байдың баласы, әкесі кәсіпкер деседі. Киген киімінен де байқаған шығарсың. Ақыры сенің жақсы өмір сүргің келеді ғой. Міне дап-дайын келіп тұр алдыңа. Қармабал құрбым, өкінбейсің. Айжанның да жүрегі лүпілдей бастады. Өзіңдегі сезімді түсіне алар емес. Саматтың құшағында тұншырағандай болса да, дәл қазір жымиыспен еске алуда. Алуаның мақтау сөздері мен өзінің ішкі сезімі үйлесім тапқандай. Айжан күнделікті тірлігі мен уақытымен жасауды үйренген. Екінші ауысымдық жұмысына келіп, шамамен 10-11-лерде қайтып жүр. Автобустың соңғы рейсіне жүгіре үлгерді. Бұл жолы жолдың бойындағы кешегі өзі көрген Самат тұр. Айжан деп айқайлап бері жақындап келеді. Сәлем, қалың қалай? Жақсымын. Жүр сені жеткізіп тастайын деді. Жоқ, рахмет. Қойшы енді, біз таныстармыз ғой. Қыздың ырқына салмай көлікке отырғызды. Қаласаң қаланы аралайық. Әлі ерте ғой. Алуа ренжи қоймас. Жақсы, тек бір сағат қана. Айжанның жүрегі жиі соға бастады. Жігіт те ұрлана қарап қояды. Самат ырғақты ән қойып, Айжанға сөйлеп берместен сұрақты қарша боратып келеді. Айжан біріне жауап берсе, бірінде үнсіз қалады. Ондайда қу жігіт тағы іле етеді. Осылайша сыртқа көз тастаған Айжан қаладан шығып кеткендерін аңғарды. Сен қайда барасың? Оның не? Тыныш Айжан, сені ешкім естімейді. Өзіңді көргеннен ынтықтығым оянып, өзімді қоярға жер таппадым. Бүгін менің айтқаныма келіссең, сенде бәрі жақсы болады. Басқа амалың жоқ. Одан да осы сәтті бақытты өткізейік. Айжанның миы естен шыққандай. Мынау не деп тұр? Қандай бақытты сәтті айтады. Мен қайда келе жатырмын? Біткен жерім осы болды ма? Көмектесші Құдайым, құтқаршы деді. Айжан еңкілдеп жылай бастады. Самат одан сайын еліре, көзіне қан толған қасқырдай, түр әлпеті тіпті де өзгеріп барады. Жолдың шетіне бір сабағанаға тоқтап, ойындағысын іске асырды. Айжанның зәрлі зарын ешкім естімеді. Өзін шұла тырмалағанда көгеріп қалшылдап барады. Мен енді кімге керекпін? Кімге? Беткен өміріме лағнет. Құдай ұрсын бәріңді. Оңбай кетіңдер. Екі дүниеде жақсылық көрмеңдер. Есі бір кіріп бірі шығуда. Будақтаған темекісін аяғымен езе өшіріп, Самат келді. Зар заманың бітті ме? Қазір үйіне апарам. Тірі жанға тас жармайсың. Айтпады деме, бұдан да зорғы сорақын жасаймын. Мен қалағанда кездесіп тұрамыз. Шартым бар. Келіспесең осы жерде жабайы иттерге өлексе боласың. Сені ешкім таппай қалады.
таңдау өзіңде деді. Айжан үнсіз басын изеді. Көзіңдегі мұң тым арыда еді. Өлекседен артық нем қалды? Ал ата-анам, оларға мен керекпін. Мақсатыма жеткенше кеудемді сүйрете тұруға тура келеді деген ой аққан жұлдыздай зырғи шықты. Бағына орай үйде алуа жоқ екен. Жуынып шайынып, көрпе астында таңға дейін көзі суалғанша жылап шықты. Күн шыға көзі ілініп, түсінде әжесін көрді. Кішкене кезі екен. Сүрініп құлап өзі тұрғысы келмей, қырсығып отырғанын әжесі байқап, Айжантай, тұра ғой құлыным, келе ғой мұнда деп, қолындағы тәттілерін ұсынып жатыр екен. Оянған бетінен түсім тегін емес шығар. Бұл немененің ермегі болғанша, ақыры өлем, кек алып өлейін деп, арыз жазуға полицияға, тұраққа барды. Болған оқиғаны толық жазып көрсетті. Олар дереу Саматты тауып, қамап тастады. Бұл жайлы университет түгел естіді. Оқудан шығару жайлы ұсыныс қабылданып, бір жолы оқу орнынан кетті. Ал ол аяп қолдаудың орнына Айжанды үйден қуды. Асыл қазына ма едің? Қайта тұрмысқа шығып шалқып отырмайсың ба? Өзіне қып-қызыл ақымақ екенсің ғой. Не таптың ал? Заттарыңды жина да құры. Анау алқаш әкеңе барып, қора тазалауға көмектес. Ақыры сендерге сондай өмір бұйырған екен. Өз атыңды өзің шығардың. Енді сені көзі соқыр, қолы жолақты алмайды бар. Айжанның бәрін естісе де жауап қайтаруға әлі жоқ еді. Үндеместен есіктен шығып кете барды. Қолындағы бір сөмкемен қайда барарын білмей, үй маңындағы аялдамада отыра берді. Сәтте алдына бір көлік бар екпінімен тоқтап, Айжанды салып алып кетті. Біз Саматтың достарымыз, арызыңды қайтып аласың. Болмаса біз де оның жасағанын жасай аламыз. Ертеңге дейін уақытың бар. Айжанның әбден үрей болғаны сонша. Жасы жарайды, дей берді. Осылайша қаражаттың арқасында әлділдіктің туы тағы да жерге қарады. Бұл күнде Айжан әртүрлі мейрамханаларда ыдыс жуатын болған. Самат түрмеден шығып, Айжанды қалаған уақытында ермек етеді. Қанша рет өлуге әрекет еткенімен қу жаны әлі күнге сүйретіліп жүр. Ата-анасымен қатынаспағанына да жылдан асты. Анасы ауылға келген әр сыныптасынан Айжанды көрдіңдер ме? Жағдайын біліңдерші, деп жалына жүзі қуарған. Айжан анасының уайымға салғанын сезіп, ұзақ ойлана хат жолдады. Мама, жағдайларыңыз қалай? Мен қазір практикада жүрмін. Қаладан сырт аймақта. Мені уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Інім мен әкеме сәлем айтыңыз делінген. Бері де 2 жыл зымырай өтеді. Ауылдағы өзінен төмен оқыған көрші қыз Сания қала ортасынан кенет Айжанды көріп қалады. Қымбат көліктен түсіп, магазин аралап жүр екен. Жанына барып, Айжан деп дауыстап еді. Естімеген кейіппен ішке кіре кетті. Айжанды көргенін анық біледі. Тек неге қарамады деген сұрақ кеудесінде қалды. Сания демалысқа ата-анасына бармақ болып ауыл автобусына отырды. Сол жерде Айжанның сыныбында оқыған Жанарды көреді. Өткен жолғы көрген білгенін айтады. Шатастым дейін десем, анық көрдім. Қателесуім мүмкін емес. Сыныптасы үнсіз тыңдап. Жоқ, Сания, қателескен жоқсың. Біз де сырттай көргенбіз. Айжан байқамағандай өте шығады. Мұнысына үйрендік. Сыныптағы ұлдардан естуімізше жеңіл жүріске салынған көрінеді. Тек қалталыларға барады екен. Қазір қалада үйі, астында көлігі бар. Жағдайы бес. Тек ата-анасына обал болды. Бізді көрсе етегі жасқа толады. Әртүрлі өтірік айтамыз. Қызың сондай деп қалайша. Сен де үндемей-ақ қой. Бұл Айжанның тағдыры. Бір ойлағаны бар шығар. Сания үйіне келіп, емін алып, Гүлмаржан әпкенің үйіне тартты. Сыр тартып сөйлесіп көрді. Сөйтсе Айжан ай сайын бір жапырақ қағаз бен уыс-уыс ақша салатын көрінеді. Шетелге кететін болыпты дейді. Енді сол жақтан жіберіп тұрам деген көрінеді. Келмесе келмесін, тек аман жүрсінші. Ботамай, өзін қатты сағындым. Әкесі де жиі айтып жүр. Бауыры да жігіт болып, әпкемді іздеп табамын, қолын жылы суға саламын деп дейді. Анасы осы сәтте тағы да көзіне жас алды.
Сания да өзін әрең ұстап, көршісінің көңілін аулап, қақпадан шықты. Бұл тағдыр емес не? Пешенеге жазылған өмірден аттап өту жеңіл болса, бәріміз бақыттың дәмін еш қиындықсыз татқан болар едік. Мына оқиғада Айжан тым қорғансыз болды. Тағдыр тауқыметі жанын қысып қана қоймай, одан әрі адастырды. Адамдардың көңілі қалғаны сондай, жерініп безінді. Ақырын бүлінген дүниенің соңын осындай ызамен қайтарғысы келеді. Бұл ешкімге керегім жоқ деген ойдың жетегі еді. Осы жолды қалап келмесе де, тасада жүріп, ата-анасын жарылқап, бауырын жеткізуді көмек көздеді. Осымен әңгіменің соңы.